Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін өріктен варенье жабатын боламыз. Бұл видеода мен өрікті қалай жабамын, өзімнің лайфхагымен және рецептімен бөлісемін, және банканы қалай оңай ғана парить ету жолдарымен бөлісетін боламын. Видео қызық болса соңына дейін қарап, рецепт пайдалы болса сақтап алып және тіркеліп кетуді, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыз. Алдымен өріктеріміздің барлығын тазалап жуып, осылай өріктерді дәнегінен ажыратып алатын боламыз. Барлығын дәнектерінен ажыратып алғаннан кейін өріктерімізді 3-4 қайтара жуып, дәнектерімізді кептіруге қойып қоятын боламыз. Мен әрдайым өріктен варенье жабатын кезде осылай бір күн алдын дайындап қоятын боламын. Осылай кешкі уақытқа қарай осы шекерлерінің барлығын салып бір түнге қалдырамын. Егер де өріктеріңіз сәтті болатын болса, шекерін аздау, дәмі онша болмайтын болса, шекерді көптеу салып, осы шекерлердің бетіне жайғастырып, бетін жауып, шекерді өрікті бір түнге қалдыратын боламыз. Бір түннің ішінде өріктеріміздің сөлі бөлініп, суы шығатын болады. Ертесіне банкаға қайнатып жауатын боламыз. Қазанымызға бір шелек суымызды құйып, жарты шелек шекерімізді салып, бір қайнатып алғаннан кейін өрігімізді салып, дана-дана болып шығу үшін осылай алдын ала сироп дайындап, өрікті 3-4 сағат қайнатып аламын. Банканы парить еткен кезде бір шәугім суды қайнатып алып, әр банкіге аздан құйып, 5-10 минут уақыт парить етіп, осылайша вареньемді жауып алдым. Егер де сіздерге осы рецепт лайфхактар пайдалы болған болса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Банка атылып кетпейді ме десеңіздер, жоқ, ешқандай атылмайды. Мен қанша уақыттан бері банканы дәл солай парить етіп жауамын. Сіздер де солайынан жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Видео рецептің лайфхактарым ұнаған болса, міндетті түрде жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп және қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі банкалар жабудың рецептімен